Hi everyone, welcome to Skills Academy and welcome to our very first class. In today's class we will discuss about how to speak English like a native speaker. The formal phrases you may remember from your school time can be entirely different from the real world English. So I think nobody wants to speak the textbook English. So if you are ready, let's get started. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Ғайни. Бүгінгі біздің сабақ интермедиат деңгейінің ең бірінші сабағы болмақ. Сондықтан сіздерді интермедиат деңгейіне келулеріңізбен құттықтаймын. Бұл деңгейде ағылшын тілінің деңгейін тағы бір сатыға көтеріп, ағылшын тілінің қыр-сырын сіздермен бірге үйренетін боламыз. Бірінші сабақтың тақырыбы ағылшын тілінде қалай табиғи сөйлеуге болады. Ағылшын тілінде мектепте оқыған кітаптың ағылшын тілін емес, күнделікті өмірде ағылшындықтардың, американдықтардың қолданатын сөздерін қалай үйренуге болады. Осы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Ендеше кеттік. Жалпы баршамыз мектепте қатып қалған белгілі бір сөйлемдерді оқып үйренгенбіз. Әсіресе ол ағылшын тілінде амандасуда байқалады. Hi, hello, how are you? I'm fine, thank you. And you деген сияқты тұрақты сөз тіркес екінің бірі біліп жатады деп ойлаймын. Бірақ бұл негізінде ағылшын тілінде күнделікті өмірде қолданылмауы мүмкін. Себебі қазақ тіліне қарағанда ағылшын тілінде амандасудың сан түрлі жолы бар. Осы жолдарды білу арқылы ағылшындықтар достармен қалай амандасады, ресми түрде қалай амандасады, бейресми жағдайда қалай амандасады, яғни бұл айырмашылықтарды білу біз үшін маңызды. Ағылшын тілін қалай табиғи деңгейге көтеруге болады. Біріншісі, жаңағыны айтып өттім, ол бізде кітаптағы сөздер емес, шын өмірде қолданылатын ағылшындықтардың табиғи сөздерін жаттау арқылы. Екіншісі, ағылшын тілінде идиомалар деген ұғым бар. Идиома дегеніміз не? Бұл бізде лексикалық мағынасы жағынан ешқашан өзгермейтін, бірақ тура аударылмайтын сөздер. Яғни бұны тура аударып біз түсіне алмаймыз. Тек қана өзіміздің тілімізге ұқсайтын сөз тіркестерін табу арқылы олардың мағынасын түсіне аламыз. Ағылшындықтар идиомаларды екі сөздің біріне қосады. Сондықтан егер сіз идиоманы білмейтін болсаңыз, ағылшын тілін табиғи деңгейге көтере алмайсыз. Бұны да біз бүгінгі сабақта қарастыратын боламыз. Екіншісі, ол бізде ағылшын тілінде collocations деген бар. Яғни коллокация дегеніміз не? Бұл деген қазақ тіліне аударғанда тұрақты сөз тіркестері. Яғни белгілі бір ережеге бағынбайды, тек қана сол сөзбен қолданылатын сөздер. Егер басқа бір сөзді қолдансаңыз, сізді ағылшындықтар түсінуі мүмкін, бірақ бірден сіздің деңгейіңіздің төмен екендігін көрсетеді. Ал үшіншісі, ол бізде phrasal verbs, яғни фразеологиялық етістіктер. Бұны да біз келесі сабақтарда қарастыратын боламыз. Бүгін сонымен сіздермен ағылшын тілінде амандасуды, қал жағдайды сұрасуды, оған жауап беруді және ағылшын тілінде ең жиі қолданылатын идиомалардың тізімін қарастыратын боламыз. Ағылшын тілінде hi, hello дегеннен басқа адаммен қалай амандасуға болады? Көбіміз бұл сөздерді білсек те, оны қолдана бермейміз. Мысалға, good morning, good afternoon, good evening, good night деген сияқты уақытқа байланысты қолданылатын амандасу сөздері ағылшын тілінде қолдансақ, ол өте жақсы болар еді. Бірақ бейресми түрде бұның тек қана екінші бөлігін ғана айтсақ болады. Мысалға, morning, afternoon, evening деген сияқты алдындағы good сөзін алып тастасақ та болады. Бұл әрине бейресми жағдайда достарымызбен қолданылатын жаңағы жағдайларда қолданамыз. Екіншісі, ағылшын тілінде жаңағы амандасу емес, бірден қал жағдай сұрасып кететін жағдайларда болады. Мысалға, what's up? What's going on? What's happening? Бұл деген қалайсыз, жағдайың қалай, не жаңалық деген мағынаны білдіреді. Яғни сәлемді айтпай-ақ, бірден адамның қал жағдайын осы сөздермен сұрасақ та болады. Бірақ тағы да айта кетем, бұл көбінесе бейресми жағдайда қолданылатын сөздер. Тағы да ағылшын тілінде қал жағдайды сұрайтын сөйлемдер, сұрақтар. Мысалға, how are things? How is it going?
немесе how is your life? Бұл бізде сенде не жаңалық, өмірің қалай болып жатыр деген мағынаны білдіретін сұраулы сөйлемдер. Бұл сөйлемдерді сіздер міндетті түрде қолданып үйрену керексіздер, себебі hello, hi ол бізде өткен деңгейлерде қалды. Ендігі деңгейде осы сөйлемдерді, осы сұрақтарды қолдану арқылы біз ағылшын тілін тағы бір жоғарғы деңгейге көтере аламыз. Енді бұл сұраулы сөйлемдерге біз қалай жауап береміз? Бұған I'm fine деген сияқты қатып қалған тұрақты сөз тіркестерін емес, I'm good, I'm okay, never been better, яғни ешқашан бұдан жақсы болмаған деген сияқты бірнеше жағдайымыздың жақсы екенін білдіретін сөздер бар. Немесе жағдайыңыз онша болмаса, so far, so good. Яғни онша емес, болады, шүкір, жақсы деген сияқты сөздерді қолдана аласыздар. Егер сіз адамды ұзақ уақыт бойы көрмесеңіз, nice to meet you, long time no see деген сияқты ұзақ уақыт бойы көрмегендігіңізді білдіре аласыз. Бұл бізде ағылшын тілінде амандасудың және оған жауап берудің бірнеше жолы. Ағылшын тілі жалпы эмоциялы тіл. Қазақ тіліне қарағанда ағылшын тілінде дыбыстың ырғағы өте жоғарғы деңгейге жиі көтеріледі. Соның әсерінен сіз айтқан сөздерді ағылшындықтар қайта сұрау мүмкін. Мысалға, really? Seriously деген сияқты шынымен ба деп қайта-қайта сізден сұрау мүмкін, бірақ бұл ағылшындықтардың сізге сенбей жатқанын білдірмейді, яғни бұл олардың тілдеріне сай бір ереженің бірі. Олар эмоцияға бағынады, сондықтан ағылшын тілінде интонациямызды қазақ тіліндегідей емес, бір қалыпты емес, жоғарғы деңгейге жиі көтеруді ұмытпаймыз. Жалпы, енді ағылшын тіліндегі идиомаларға көшсек, сабақтың басында ағылшын тілінде идиома дегеніміз не деген сұраққа жауап бердік. Қазір мен сіздерге ағылшын тілінде ең жиі қолданатын идиомалардың тізімін айтамын және оларды түсіндіруге тырысамын. Бұл идиомалар қазақ тілінде де өте жиі қолданылады. Мысалға, сені жын ұрды ма? Немесе қолым қышып тұр деген сияқты бізде негізі тікелей аударғанда басқаша мағына беретін сөздер қазақ тілінде де өте көп. Ағылшын тілінде де дәл солай. Бұл идиомаларды жаттау біз үшін өте маңызды. Ең біріншісі ол бізде piece of cake, яғни торттың бір бөлігі. Бұл қандай мағынаны білдіреді деп ойлайсыздар? Торттың бір бөлігін жеу қаншалықты оңай болса, бұның мағынасы да сондай оңай. Яғни бұл өте жеңіл, өте оңай деген мағынаны білдіреді. Мысалға, that exam was a piece of cake. Бұл жаңағы емтихан мен үшін өте жеңіл болды, ешқандай қиындық туғызған жоқ деген мағынаны білдіреді. Екінші идиома, costs an arm and a leg. Яғни бір қол мен бір аяқтың бағасы. Енді ойлап көріңіздер, бір қол мен бір аяқтың бағасы қандай болуы мүмкін? Әрине өте қымбат деген мағынаны білдіретін идиома. Мысалға, don't tell me about that bag. It costs an arm and a leg. Маған сол сөмке жайлы айтпаш, ол өте қымбат. It costs an arm and a leg. Яғни өте қымбат деген мағынаны білдіреді. Келесі идиома бізде break a leg. Break a leg аяқты сындыру тікелей мағынада. Бірақ әрине бұл аяқты сындыру деген мағынаны білдірмейді. Бұл мысалға адамға сәттілік тілеген жағдайда немесе уайымдама, бәрі жақсы болады, бәрі сәтті болады деген кезде осы break the leg деген сияқты идиоманы қолдана аламыз. Келесі идиома бізде hate the books. Ол бізде тікелей аударғанда кітапты ұру деген мағынаны білдіреді, бірақ оның шын мағынасы бар ынтамен кітапты оқу, яғни оқуға берілу деген мағынаны білдіреді. Мысалы, I will make you a coffee. Then you can hate the books. Мен саған кофе әзірлейін, кейін сен кітапты оқи аласың, немесе жаңағы өзіңнің оқуларыңа көңіл бөле аласың. Яғни бұл жерде hate the books оқуды, немесе кітапты бар ынтамен оқу, соған дайындалу деген мағынаны білдіреді. Келесі идиома бізде let the cat out of the bag. Яғни мысықты сөмкенің ішінен алып шығу. Бұл нені білдіру мүмкін? Бұл бізде құпияны аш, яғни құпияны ашу, сырыңмен бөліс деген мағынаны білдіру мүмкін. Яғни бір адам қиналып, осы сізге жан сырын айта алмай отырса, дәл осы идиоманы қолдансаңыз болады. Яғни еш қысылмай құпияңды, сырыңды аш деген мағынаны білдіретін идиома.
Келесі идиома бізде hit the nail on the head. Nail бізде бұл жерде тырнақ емес, шегені білдіреді. Hit the nail on the head. Head бізде бас. Яғни шегемен біреудің басына қадау деген мағынаны білдіреді тікелей аударғанда. Бірақ бұл бізде дәл айту, яғни дөп түсу деген мағынаны білдіретін идиома. Мысалға, тілі өткір адамдар болады. Кейде бір айта алмай жатқан затты бірден айтатын адамдар, яғни дәл тигізеді сөзбен. Дәл осындай кезде біз осы идиоманы қолдана аламыз. Келесі идиома бізде when pigs fly. Яғни доңыздар, шошқалар ұшқан кезде деген мағынаны білдіреді тікелей аударғанда, бірақ шын мағынасы ешқашан болмайтын жайт. Яғни қазақ тілінде кейде қызыл қар жауды деп те айтып жатады. Яғни қызыл қар жауады, осы сен тамақ дайындасаң қызыл қар жауады деген сияқты. Яғни мүмкін емес заттар, ешқашан болмайтын заттар үшін when pigs fly деген идиоманы қолдансақ болады. Келесі идиома бізде you can't judge a book by its cover. Judge бізде бірдеңені сынау немесе соттау деген мағынаны білдіреді. Яғни кітаптың сырт келбетіне қарап оны сынай алмайсың. Бұл да қазақ тіліне келетін идиома, яғни сырт келбет алдамшы болады деген мағынаны білдіру мүмкін. Яғни адамның сыртына емес, оның ішкі дүниесіне назар аудару керек деген мағынада қолданылатын идиома. Келесі идиома бізде bite of more than you can chew. Өзің шайнай алатын заттан әлде қайда көп затты тістеу. Яғни сен аузыңа толтырып бірдеңені салып аласың, оны шайнай алмайсың. Яғни өзіңнің шамаңды білмеу, өзіңнің күшіңді білмеу, өзіңнен шаман келетін заттан әлде қайда қиын затты істеу мағынасында қолданылатын идиома. Келесі соңғы идиома бізде rains, cats and dogs. Яғни тікелей аударғанда мысық пен ит жауып жатыр. Бұл бізде өте қатты жаңбырды, яғни құйынды білдіретін идиома. Далада шелектеп құйып жатыр деген мағынаны білдіреді. Сондықтан неге екені белгісіз, бірақ мысық пен ит жауды деп айтады ағылшын тілінде. Мысалға, I have to go even if it rains, cats and dogs. Мен өліп кетсем де, далада шелектеп жаңбыр жауса да, мен бару керекпін деген мағынаны білдіретін мысал. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл идиомаларды тікелей аударсаңыз, сіздің басыңыз қатып, оны түсінбей қалуыңыз мүмкін. Сондықтан оларды аудармаймыз, бірден жақсы сөздікті ашып, оның тура мағынасын жаттауға тырысайық. Осындай идиомаларды жаттау арқылы біз ағылшын тіліміздің деңгейін жоғарғы деңгейге көтере аламыз. Сіздерге назарларыңызға көп-көп рахмет деймін. Келесі сабақтарда кездескенше барлықтарыңызға goodbye.